Әрине, PowerPoint-та осындай таймер жасауға болады. Бүгінше сіздерге оңай жолын көрсетемін. Ставка, Shift пен шеңбер сызыңыз ішіндегі цифраларды жабатындай. Формат, заливка фигуры, қызыл түсті таңдаңыз және нет контура. Анимация, добавить анимацию, часовая стрелка. Область анимации басыңыз. Параметры эффектов. Время. Запуск по щелчку, яғни сіз түрткеннен кейін басталады. Продолжительностьқа керекті секундты салыңыз. Мен 1 минутты таңдадым. Максимум 10 минутқа дейін. Анимациямыз дайын болды. Енді біткенде дыбыс шығаратындай еткіңіз келсе, шеңберді Ctrl-C кнопкасымен копировать етіп, Ctrl-V мен вставить етіңіз. Үстіне қойыңыз. Область анимации. Запускать после предыдущего. Параметры эффектов. Звук. Колокольчик таңдадым. Дайын болды.